Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін бізде 57-ші сабақ 24-ші 28-ші жаттығуларды орындайтын боламыз. 24-ші тапсырма: өлеңді оқы. Даңқты қалалар. Қалалар бар әлемде, тамсандырған халықты. Ол қалалар әр елде несіменен даңқты. Париж Эйфель мұнарасымен, Москва Кремльмен, Вашингтон Ақ үйімен, Афина Акропельмен, Алматы несімен әйгілі. Өлеңнің авторы Ескен Елубай. Өлеңдегі сұраққа жауап бер дейді. Сұрақтарға жауап беретін болсақ, балалар, Алматы несімен әйгілі деген сұрақ қойды бізге. Алматы бізде әйгілі апорт алмасымен әйгілі. Алматының апорты керемет қой шіркін, исі неткен керемет. Енді келесі сұраққа тоқталатын болсақ, келесі сұрақ, балалар, өлең неліктен даңқты қалалар деп аталған? Себебі, балалар, өлеңде ең атақты даңқты қалалар туралы айтылған. Үшінші сұрақ, суреттегі көріністер не себепті әйгілі екенін дереккөздерден біліп ал дейді. Бұл суретте, балалар, Эйфель мұнарасы, Кремль мен Ақ үй, Акрополь және де әртүрлі даңқты ғимараттар салған. 25-ші тапсырма, балалар, қатесін түзеп жаз дейді. Эйфель мұнарасы әлемдегі ең биік құрылыстардың бірі. Оған саяхатшылар көп барады. Сөйлемдерді сөйлем мүшесіне талда дейді. Бұл жерде, балалар, бізде Эйфель деп жазған, Эйфель емес, Эйфель мұнарасы деп жазылады. Эйфель мұнарасы әлемдегі ең биік құрылыстардың бірі. Оған саяхатшылар көп барады. Біз осы сөйлемді қазір сөйлем мүшелеріне талдайтын боламыз. Бұл жерде, балалар, Эйфель мұнарасы деген сөзіміз несі деген сұраққа жауап беріп, сөйлемнің бастауыш қызметін атқарып тұр. Ал енді әлемдегі ең биік деген сөз бізде сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері болып табылатын болса, құрылыстардың бірі деген сөзіміз несі деген сұраққа жауап беріп, сөйлемнің бастауыш қызметін атқарып тұр. Келесі сөйлем бізде оған дегеніміз бізде тұрлаусыз мүше болып табылады. Оған деген сөзіміз саяхатшылар кімдер деген сұраққа жауап беріп, бұл бізде бастауыш қызметін атқарып тұр. Ал көп барады деген сөзіміз не істейді деген сұраққа жауап беріп, сөйлемнің баяндауышы болады. Келесі бізде 26-шы тапсырма ойлан тап деп аталады. Айтыңдаршы, ал енді ұлы қорған бар елі. Айтыңдаршы, ал енді пирамида бар елді. Жауабыңды жаз дейді. Жұмбақтың жауабы бізде, балалар, жазып алыңыздар. Ұлы қорған Қытай елінде, ал пирамида Мысыр елінде. 27-ші тапсырма: төмендегі сөйлем мүшесіне талдау үлгілеріне назар аудар. Сөйлемдердегі қимылды, іс-әрекетті білдіретін сөзді тап. Оған не істеді, не қылды, қайтты сұрақтарының тиістісін қой. Осы сұрақтарға жауап беретін сөз баяндауыш болады. Баяндауыштың астын екі сызықпен сыз. Екінші, сөйлемдегі қимыл, іс-әрекеттің иесін анықта. Сол сөзге сұрақ қой. Егер ол сөз кім, не, кімдер, нелер сұрақтарына жауап берсе, онда ол бастауыш болады. Оның астын бір сызықпен сыз. Үшінші, сөйлемдегі сөздерге сұрақ қой. Олар сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері болады. Тұрлаусыз мүшелердің астын ирек сызықпен сыз. Төртінші, сөйлем мүшелерінің байланысын сызбамен көрсет. Оқушылар саяхатқа шықты. Оқушылар не істеді?
саяхатқа шықты. Оқушылар шықты. Оқушылар қайда шықты? Саяхатқа шықты. 28-ші тапсырма. Жоғарыдағы сөйлем мүшелерінің талдау үлгісін басшылыққа алып, төмендегі сөйлемдерді талда дейді. Бұл жерде балалар, бірінші бізде сөз ескерткіштер қорғауға алынған. Ескерткіштер деген сөзіміз не деген сұраққа жауап беріп, сөйлемнің бастаушы болып тұр, иә? Қорғауға деген сөзіміз бұл жерде бізде тұрлаусыз мүшелерге жатады, иә? Ал алынған сөзі не істеген деген, не істеді деген сұраққа жауап беріп, бізде сөйлемнің баяндауыш қызметін атқарады. Келесі екінші сөйлемге тоқталатын болсақ, сәулетшілерді кездесуге шақырдық. Кімді деген сұраққа жауап беріп, сәулетшілерді сөзі сөйлемнің бастаушы болып табылады, иә? Ал кездесуге сөзі ол тұрлаусыз мүшеге жатса, шақырдық. Шақырдық сөзі не істеген деген сұраққа жауап беріп, бізде сөйлемнің баяндауыш қызметін атқарады. Үшінші сөйлем. Астана сәулетті құрылысымен ерекшеленеді. Астана бізде не деген сұраққа жауап беріп, сөйлемнің бастауыш қызметін атқарса, сәулетті құрылысымен сөзі бізде тұрлаусыз мүшелерге жатқызылады, ал ерекшеленеді, не істеді деген сұраққа жауап беріп, сөйлемнің баяндауыш қызметін атқарады. Төртінші сөйлем, балалар, мен өскенде сәулетші болғым келеді. Мен кім деген сұраққа жауап береді? Өскенде дегеніміз бізде сөйлемнің тұрлаусыз мүшесі болады. Сәулетші болғым келеді, не істеймін деген сұраққа жауап беріп, сөйлемнің баяндауыш қызметін атқарады. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.